Алақандай ауылда Алатаудай трагедия. Жүйткіген көлік жол бойында тұрған бір топ баланы қағып кетті. Жан түршігерлік оқиға Үржар ауданындағы Бестерек елді мекенінде болған. 55 жастағы жүргізуші рөлге ие бола алмай, қақпаның қасында ойнап жүрген ұл қыздарды жаншып өткен көрінеді. Салдарынан 7, 3 және 2 жастағы бүлдіршіндер қаза тапты. Қалған үшеуі ауруханаға жеткізілген. Полицейлер көлік иесін қамауға алып, тергеу жүргізіп жатыр. Медициналық сараптамаға сәйкес, оның жол апаты кезінде асан күйде болмағанын көрсетті. Қазіргі уақытта тиісті тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және де әсіресе тұрғын үйлердің маңында балалар жүретін орындарда барынша мұқият болуға шақырады. Сұмдық апаттан соң президент тапсырмасымен аудандық ауруханаға Астанадан реаниматолог, травматологтардан құралған арнайы топ табан тіреді. Кәмелетке толмаған 3 балаға қажетті көмек көрсетілген. Алайда зардап шеккендердің жағдайы алаңдатарлық. Аяқ қолы сынған 2 бала санитарлық авиациямен Елордаға жіберілді. Сондай-ақ тағы бір қызға ауыр оталар жасалыпты. Шамамен әрбір отамыз 2 сағатқа жалғасты. Бірінші отамыз ол ішкі ағзаларға байланысты, яғни бауыр, ішек зақымдалуына байланысты ішкі ағзалар қан құйылған, соған байланысты ота жасалды. Екіншісі жарақаттан кейін бас ми ісінген, соған байланысты ота жасалды. Өміріне қатты қауіп төніп тұр деп айтуға болады, өйткені жарақаттары өте күрделі, өте ауыр. Қайғылы жағдайға байланысты Абай облысының әкімі Берік Уәли де пікірін білдірді. Ол қара жамылған отбасыларға көңіл айтып, жерлеу рәсімін ұйымдастыруға барлық қолдау көрсетілетінін жеткізді. Сондай-ақ психологиялық көмек беріледі деді.